Қазақ халқы үшін отбасы қастерлі ұғым, қасиетті алтын бесігі десек те болады. Осы орайда бүгін Ақмола облысында мерейлі отбасы ұлттық байқауының жеңімпаздары анықталды. Шараға облыс әкімі Марат Ахметжанов та қатысқан еді. Отбасы, жанұя бұл мемлекетіміздің іргетасы деп айтып отырған. Қалай біз тәрбие отбасынан аламыз, қандай құндылықтарға ие боламыз, сондай мемлекет боламыз. Адами құндылықтарды нағыз сол балаларына бойына сіңдіріп, елін сүйетін, халқын сүйетін, адамзатты сүйетін азамат болып өссе, сонда қоғам өзгереді. Айта кетейік, бұл отбасылық конкурс 10 жылдан астам уақыт бойы өткізіліп келеді. Және ұлттық құндылықтар дәстүрлер мен ұрпақтар сабақтастығын сақтаудың маңызды бөлігі болып табылады. Биыл байқауға 100-ден астам өтінім келіп түсті. Қазылар алқасы барлығын іріктеп, 7 отбасыны таңдап алды. Әр жанұя өнерімен тапқырлығымен көзге түсті. Бірі ән айтса, екіншісі мемлекеттік қызметте жұмыс атқарады. Алайда Ақмола облысының үздік отбасысы болып Қосшы қаласының Қазанғаповтар отбасысы атанды. Отау иесі 6 бала тәрбиелеп, 19 немересінің қызығын көріп келеді. Ал жар болса, бізге отбасы құндылықтарын қалай сақтау керектігі жайында кеңес берді. Бірлік керек, главное. Денсаулық керек, бірлік керек, ынтымақ керек жастарға. Жастарға да жұғысты болсын осы. Біз енді өзіміз өнерлі отбасы болғандықтан бізге енді сондай қиын болды деп айта алмаймыз. Өйткені мінеки балапандарымыз өнермен білімге икемді балапандардың бірі. Әрбір мереке құтты болсын, отбасы мерейлі отбасылар көп болсын дейміз. Бізге 12 жыл болды. Әрдайым бірге болу керек. Осындай үлгілі отбасыларды дәріптеу мақсатында елімізде 2014 жылдан бері мерейлі отбасы байқауы ұйымдастырылып келеді. Осы уақыт аралығында ұлттық жобаға 18 мыңнан астам жанұя қатысқан екен.